Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле. 40 жылдан астам ғұмырын педагогикаға арнаған ұлағатты ұстаз Фатима Ниязбек қызының ұстанымы осы. Ізгілік баланың бойына сіңірілетін басты қасиет. Ізгілік тәрбиесі адамгершілік, этика, эстетиканың негізі. Ендеше осы қасиеттер балабақша қабырғасында насихатталып қана қоймай, оқу бағдарламасына енгізіліп, жүйелі түрде оқытылуы тиіс. Автордың да көздегені осы. Мектепке дейінгі тәрбиенің білім беру жүйесін жасауға, жаңағы нормативтік құжаттарды жасауға атсалыстым. Оқу әдістемелік кешендер кіші топтан бастап ересектер тобына дейінгі аралықта 115 аталыммен Алматы кітап баспасы, Аруна баспасы, мектеп баспасында 115-тен астам оқу әдістемелік кешендер дайындалды. Сол сияқты тек қана мектеп алды даярлық тобының өзіне 83 аталыммен оқу әдістемелік кешендер дайындалды. Баланы бесіктен дейді біздің халық. Сөйдетті тәрбиені анасына тапсырады. Ананың сан түрі бар. Ал өскелең ұрпақ мемлекеттің болашағы, ертеңгі күннің кепілі. Міне сондықтан да балабақша білім беру жүйесінің іргетасы. Мектепке дейінгі тәрбиеге арналған нормативтік құқықтық құжаттармен қамтамасыз ету мәселесі. Соның ішінде мемлекеттік стандарт, үлгілік оқу бағдарламасы, типтік оқу жоспары және соңғы жылдарда Қазақстанда бірінші рет жасалып жатқан мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім берудің моделі дайындалып, білім министрлігінде арнайы 137-ші бұйрықпенен 15-ші наурыз күні бекітілді. Қазақстанда алғашқы балабақша 1917 жылы ашылыпты. Десек те, ғасырлық тарихы бар салаға деген немқұрайдылық ғалымның көңілін қалдырады. Сол олқылықты түзету үшін аталмыш салаға бас көз болып, барлық мәселесін шешіп жүрген де Фатима Ниязбек қызы. Маман дайындау мәселесі өте көкейкесті болып тұр. Өйткені мектепке дейінгі тәрбиеде арнаулы мамандар жоқтың қасы. Осы орайда Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде Астана қаласының грантымен 50-ге тарта студенттер оқып жатыр. Биылғы жылы 3-ші курсты тәмамдауда. Сол студенттер болашақта олар қос дипломмен оқуға да мүмкіндіктері бар. Қос диплом бізде Ресей мемлекеттік халықаралық достастық университетінде, содан кейін Башқұртстанның Ақмола атындағы университетінде және Түркияның мемлекеттік университетінде келісімшарт жасалған. Сол жақта 3 университетпен қос дипломмен оқу мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ академиялық ұтқырлық бойынша бізде оқып жатқан бакалаврлар, магистранттар және докторанттар шет елдерге барып оқып келетіндей мүмкіндіктері бар. Әсіресе ақш мемлекеті, Ресей, Жапония, Германия, Англия, кез келген шетелдік білім беру жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлықпен 1 жыл барып оқып келеді, 1 жыл шетелде оқиды, 1 жыл өзіміздің университетте оқиды. 200-ден астам ғылыми жұмыс жазған ғалым педагогикадағы ұлттық психологияның орнын ерекше бағалайды. Жүсіп Баласағұнның ізгілік ілімі, Қожа Ахмет Яссауидің хал ілімі, Әл-Фарабидің жан қуаты ілімі, Абай Құнанбаевтың толық адам ілімі, Шәкәрім Құдайбердінің ар ілімі, ұлы дала даналығы ізгіліктің қайнар бастауы деп біледі. Сол тәрбиені енгізу үшін арнайы тәжірибелік алаңды ашу мәселесін қолға алды. Осы 93-ші балабақшада ізгілік педагогикасы негізінде көркемдік эстетикалық тәрбие беру бағытындағы арнайы эксперимент алаңдары және білім беру басқармасы тарапынан эксперимент алаңдары ашылып, сондағы іс-шараларды, сондағы ғылыми тұрғыдан бағыттау барысындағы ғылыми кеңесші ретінде атқарылып жатқан жұмыстар ұшан-теңіз деп айтуға болады. Нұрсұлтан қаласы білім басқармасы, Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің нөмірі 93-ші Айгүлек балабақшасы және еліміздің ең бір үздік жоғарғы оқу орындарының бірі Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 3 жақты келісімшарты негізінде осы балабақшамызда тың игі істер жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда соның бірі университеттің студенттері, яғни білім алушылары теориялық алған білімдерін практикада шыңдап
сабақтан тыс уақытта осы балабақшада көп уақыттарын өткізеді, яғни дуалды білім жүйесі негізінде деп айтсақ болады. Бала ата-ана педагог. Ізгілікке жаны тұнған ұрпақ өсіру осы үш одақтың үйлесімділігіне байланысты. Жаңа балабақшаның бірі болғандықтан Айгөлек балабақшасында ізгілік нұры деген зертхана ашу жоспарлануда. Онда ғалым Фатима Ниязбекқызы Жұмабекова осы балабақша, біздің балабақшамызбен, Айгөлек балабақшасымен тығыз жұмыс жасайды. Республика деңгейінде әдістемелік көмекші құралдар, хрестоматиялар, дидактикалық материалдар тәрбиешілермен, педагогтармен бірігіп жұмыс жасап, осы теориялық білімін осы тәжірибеде практик мамандармен бірге жұмыс жасап жүр. Профессор өз әдістемесінде жағымды ойлау яки бұл күні танымал позитивті ойлау техникаларын сәтті пайдаланады. Сондай-ақ баламен тең дәрежеде сөйлесу, сеніміне селкеу түсірмей, еркіндігін шектемей тәрбиелеуге ерекше мән береді. Университеттің профессорлық оқытушылық құрамы, яғни оқытушылары осында мамандармен әсіресе әртүрлі семинарлар, тренингтер, мастер-класстар өткізіп, тығыз бірге жұмыс жасау үстіндеміз. Білекті бірді, білімді мыңды жығады. Ал жүрегінде ізгілік нұры, иманы, мейірімі бар ұрпақ сол білім мен білекті елі мен адамзаттың мүддесіне қолданары анық. Ендеше жас жүректерге ізгілік ілтипатын қойып жүрген ұстаздың еңбегі орасан.